Ай, Синди. Al endi meni tingdanglar. Kechki atammen birga tamoqtanaman. Ertang o'yin, tarix sabog'idan topshirma, және to'ppen konsertga dayndalamiz. Ana u yerda. Mınaның bәріне қалай үлгересің? Тіпті тізіміңді тыңдап шаршап кеттім. O'qibdi bo'lsang bәріне де үлгересің. Мұнаға қара, бәрін жазып қойғам. Қойш соң бұны. Бәрін білемін деп одан сайын шаршап кетіп жүрерсің. Өздерің сондай қызықсыңдар. Қалшын қойлар, ертең Дель Торо мен ойнайтынымызды ұмытпаған шығарсыңдар. Егер олардың таңдауы біз үшін қиын болса қайтеміз? Тағы не дейсің? Өзіме бұлшықеттерге әсер ететін ойындар ұнайды. Сөзбен айту оңай-ау. Ертеңгі ойында көрерміз өзіңді. Енді қашан басталады? Мыналар қайда жүр? Шаршатты өз. Мыналар қайда жүр? Шаршатты ауа. Сағат қанша болды өзі? Әне, келе жатыр. Тездетсеңдерші. Әбден кешіктіңдер. Үнемі осылай жасайсыңдар. Сабаларыңа түсіңдер, біз соншалықты кешіккен жоқпыз. Бәрі дұрыс па? Ертең ойнаймыз, сосын тапсырманы орындауға көмектесесің ғой, ә? Уайымдама, бүгінгі ойыннан кейін. Ұмытпа және ешкімге айтпа, жарай ма? Бәрі мен тарих сабағынан тапсырманы өз жазады деп ойлайды. Түсіндің ғой? Маған сенім артуыңа болады. Сәлем, Дель Торо, кешігіп қалдық, ренжімеңдер. Сонымен ертеңгі ойынға дайынсыңдар ма? Дайындықты қажет етіп тұрған сендер ғана. Соңғы кездесуде біз басым түскенбіз. Сол кездегі қарқындарың қазір жоқ деп ойлаймын. Сендердің орындарыңда болсам, бұлай мақтанбас едім. Болды, тоғарыңдар. Мәселе мынада. Ойынға қандай өзгеріс енгізесіңдер? Құрметті қарсыластар, біз футбол ойынның белгіленген уақытын ұзартқымыз келеді. Ойын 4 сағатқа созылсын. Немене болғаны ма? Өзің қалжыңдап тұрмысың? Бұл марафон емес қой. Естеріңнен адасқанбысыңдар? Ендеше 6 сағат бойы ойнайық. Табылған ақыл. Онда 6 сағат ойнаймыз. Келісеміз. Жа, тоқтай тұрыңдар, сендер түсінбей қалдыңдар, бұл жай қалжың ғой. 6 сағат? Менің ойымша бұл бір ойын үшін өте көп уақыт. Топтың артынан осынша уақыт жүгіре аласыңдар ма? Уайымдамаңыз, Пол ағай. Топтардың бірі шаршаған кездерінде ойыннан бас тартып айып төлеуіне болады. Толықтай келісемін. Ендеше қазір бәріміз бірге ойын алаң таңдайық. Барлық қорды төлейік. Не? Мұныңа да келсейік. Жақсы, шарттар қабылданды. Ертең алаңда кездескенше. Шыдайлар Қызық болғалы тұр. Қайдам, шыдайлар мекенбіз. Көрейік, неге қарайсыңдар? Қолынан не келеді? 6 сағаттық ойын? Сұмдық-ай. Жойдікі дұрыс. Неге бәріне келісім бердің? Ой, соншалықты қиын болар деп ойламаймын. Шынымен бе? Ойланып көрші. Осы уақытқа дейін жарты сағаттан ойнап келген футболды енді 6 сағат ойнаймыз. Бұл біздің әдеттегі ойынымыздан бірнешесе ұзақ. Келісемін. Оған қоса, біз бұған дайын емеспіз ғой. Жа, қойшы, Грек, уайымдама. Біз доп қуып үйренген балаларымыз ғой. Джой, жүрсеңші. Сонымен, күн тәртібіндегі мәселелерді шеше алдыңдар ма? Әлі белгісіз. Оған қоса бір досыма тарих пәнінен көмектесемін деп уәде беріп қойған едім. Мүмкін оған басқа біреуден сұра деп айтарсың. Жоқ, Луна, болмайды, көмектесуім керек. Сөз беріп қойғанмын. Ол сонда қайғыз. Ренжіме, есімін айта алмаймын. Келе жатырсыңдар ма? Дайындық басталып кетті. Я келіп қалдық. Әй, Джой, берге. Қыздар, шаруаларым шығып қалды. Мен қазір... Мен ертеңгі күнімді уайымдап тұрмын, Джой. Өзің 6 сағат алаңда боламын деп менің өтінішімді орындай алмай қалар ма екенсің, а? Сөзіңнің жаны бар. Ендеше бұлай жасайық. Бүгін түстен кейін дайындалайық. Сенімсің бе? Әрине, мен қақпашымын ғой. 6 сағат бойы доптың соңынан жүгірмеймін. Сондықтан бабында болуым керек деп уайымдамаймын. Солай ойлайсың ба? Достарың ренжімей ме? Маған сенуіңе болады. Сонымен саябақта кездесеміз бе? Тамаша, Джой. Рахмет, көріскенше. Сонымен қайда болдың? Жай бір шаруаларым шығып қалды. Ұйымдастырушылық қабілетіңді бірінші орынға қойып, дайындық жайлы ұмытып кеттің бе? Жа, қойыңдар. Маған сенбей тұрсыңдар ма? Тыңда, Джой. Бруноның сөзін мазақ қылам деп нетілеп алғаныңды ұмытпаған шығарсың. О, мен жай қалшыңдадым. Шын қабылдар деп ойлаған жоқпын. Жарайды, болар іс болды. Бірақ егер менің ойымды білгілерің келсе, сендер оған әлі дайын емессіңдер. Естимісіңдер? Тамаша, осылай күш бергеніңе рахмет. Қазір жеңіл жаттығулардан бастаймыз.
Сенің де осында болғаның дұрыс. Ойын барысын ойластыруымыз керек. Ең бастысы бәріміз керемет көңіл күйде жүріп шаршағанымызды білдірмеуге тырысқанымыз абзал. Иә, жақсы айттың. Тура йогадан үйренгеніміздей. Тамаша көңіл күй, күш жинаудың кепілі. Не? Иә. Қане күшін тұсау. Дайындықты бастамас бұрын біраз жаттығып алыңдар. Жақсылап жүгіріңдер және ойын кезінде суды көп ішуге тырысыңдар. Менікі ғой. Кешіріңдер, мен қазір. Сәлем. Джой, біз ертеңгі концерт туралы сөйлесіп отыр едік. Қалай қарайсың? Таңертең кездесіп, дайындығымызды тағы бір пысықтасақ. Жарайды. Рас па? Уақытың бола ма? Уайымдама, уақыт табамын. Сонымен Джой, жаттығуды жалғастырасың ба? Иә, әрине. Осы бетіңнен тайма. Кіммен сөйлестің, Джой? Ертеңгі концерт бойынша қоңырау шалып жатыр. Концерт? Ертең бе? 6 сағаттық ойыннан кейін бе? Шаршап қаласың, бастатқаның дұрыс. Уайымдама, бәрі ойдағыдай. Алдын ала жоспарлап қойғанмын. Сонымен достар, енді демалғанымыз абзал. Миымызды тынықтырғанымыз өзімізге жақсы. Джой айтқандай, тамаша көңіл күй күш жинаудың кепілі. Иә, жақсы айттың. Қараңдаршы, дәл осыны кім қайталай алады? Жақсы, бұл жаттығуларды жиі жасайтындықтан қазір басқа жаққа барып келейін. Сендер аяқтағанда келіп қалармын. Джой, сен бұл жаттығуларды жақсы білесің. Сондықтан бізге қыр-сырын үйретерсің деп ойлаған едім. Жарайды. Мұны ұзақ уақыт өткізуім керек пе? Шұғыл шаруам бар еді. Кетуім керек. Сонда қайда бармақсың? Маңызды кездесуім бар еді. Өтінем. Кетейінші. Жақсы, онда бара бер. Саған сенім артамын. Жаттықтыру үшін менің. Рахмет. Лила, келіп қалдым. Келдің бе? Күтіп отырғаныма жарты сағат болды. Уайымдатып қойдың ғой? Мен саған сөз бердім емес пе? Иә, бердің. Тарих пәнінен берілген тапсырмаға оралайықшы. Терең демалыңдар. Меніңше Джойдың дауысы өзгеріп кеткен сияқты. Бұдан артық отырсақ ұйықтап қалар ма Грег, сен ұйықтап қалыпсың ғой. Әй, Грег, доптыға. Кешірім сұраймын. Қызық, Джоуи қайда екен? Оның маңызды кездесуі бар екен. Қазір қайтып келеді. Не? Маңызды кездесу Оның ме? қайда кеткенін білесің бе? Жоқ, бар білетінім ол қайтып келеді. Бізді тастап кетіп қалғаны қалай? Сен алар емеспін. Ол бізді жаттығуды тастап кетіп қалды. Ал сен оны жақтап тұрсың ба? 15 минутта үзіліс жасайық. Сол уақытта ол да кеп қалар. Мұның дұрыс болды. Енді қақпашымызға қоса допты да іздейтін болдық. 1515 жыл. Қайдасың, Джоуи? Олар мені іздеп жүр. Кетуім керек. Біз әлі аяқтамадық қой. Жақсы, ендеше кешке менің үй жағыма келе жарай ма? Кеттім. Жарайды. Джоуи! Джоуи, қайдасың? Кешіріңдер, келе жатырмын, таяп қалдым. Өзің қайда жүрсің? Айтып едім ғой, шұғыл шаруа шығып қалды. Сонда 6 сағатқа созылатын ойын туралы ұмытып кеттің бе? Жоқ, бірақ біреуге көмектесемін деп уәде беріп қойған едім. Уәде берген болсаң, соның көңілінен шыға білуің керек, Джоуи. Ұмытып кетіппін. Маған 2 секунд уақыт беріңдерші. Түс көріп тұрған жоқпын ба? Ата, менде аздап қиындықтар болып тұр. Сабақтарымды орындауым керек. Сондықтан кездесуімізді ертең түске ауыстырсақ қайтеді? Уайымдама, ертең түсте дұрыс сабақты бірінші кезекке қою керек. Жақсы, енді босадыңыз ба? Иә, бәрін реттедім. Енді боспын. Таптым. Осында екенсіңдер ғой. Сонымен ертеңгі дода 6 сағатқа созылады. Ойын кеш аяқталмау үшін Дель Тороспен ақылдасып келдім. Олар 12:00-де бастауға келісті. Сендер не дейсіңдер? Маған бәрібір. Келісемін. Егер бәрі келсе, қарсы емеспіз. Біз келсеміз. Келеміз. Ендеше кездескенше, ертең түске жиналамыз. Айттым. Кішкентай кезімде бұзық болатынмын. Иә, бәріміз де сотқар едік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің ба балам? Түскі асты бірге шалмаймыз деп айта көрме. Жоқ, ұялы телефоным ғой. Қалтамда тұрып басылып кеткен секілді. Қолым бос емес еді. Жарайды, сау болыңыз. Түсінікті. Ертең түсте кездескенше. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, маңызды еш нәрсе емес. Солай деп үміттенемін. Өйткені ертең сенің рөлің маңызды. Иә, таңертең аз ғана уақыт дайындалдық. Нені меңзеп отырсың?
Я, бәрің де білесіңдер ғой. Бұл рок тобымызға байланысты. Бұлай болмайды. Ертерек таңдау жасағаның дұрыс. Рок тобың ба? Әлде біз бе? Неге? Өйткені екеуін бірге алып жүре алмайсың. Бірақ қалай? Мен екеуіне де үлгеріп жүрмін ғой. Егер ойынды бірінші орынға қоя алмасаң, біздің арамыздан кеткенің жөн. Қане, бірге ойнаймыз ба? Жеңіліп қалмайтыныңа сенімді. Жеңуіңе мүмкіндік бермес. Ол жағын көре жатармыз. Бәрі дұрыс па? Шынымды айтсам жоқ. Ертеңгі ойында төртеуміз ғана ойнаймыз. Джоймен жұмсақтау сөйлесу туралы ойландың ба өзі? Алайда ол қалай екі жақта бірдей жүреді? Бұл мүмкін емес қой. Бұл мәселе осыған дейін ешқандай кикілжің тудырмаған еді ғой. Егер ертең ол бізбен ойнамаса, қиналып қалатынымызды жасыра алмаймын. Одан кешірім сұрап, ашу үстінде қатты сөйлеп қойғансыз. Енді қалай? Соңғы айналымда ойнаймыз ба? Жарайды, ойнайық. Бұл жолы аяушылық танытпаймын. Аяудың қажеті жоқ. Қазір ойын басталғалы жатыр. Сонымен топтар түс болып қалыпты. Егер Джой қазір келмесе, онсыз бастай береміз. Айып төлеп ойыннан бас тарта алатындарын ұмытпаңдар. Бұл ойын бола қоймас. Ойын басталғалы жатыр. Сонда төртеуін ғана ойнамақсыңдар ма? Жеңіліп қалатындарыңа сенімдімін. Уайымдамаңдар. Джой үнемі кешігіп. Ей, достар! Тұрыңдар! Міне, мен де келдім. Кешіріңдер. Пойызға үлгіре алмай қалдым. Әнші достарыммен дайындалып едім. Сен ол достарыңмен қош айтысқан болар деп ойласам. Тынышталшы. Бастысы ол осындай емес пе? Қане айта қойшы, түстен кейінге ештеңе жоспарламап па едің? Жоқ, уайымдамаңдар. Бәрін реттедім. Бірақ түстен кейін... Бүгін түсте Дель Торомен 6 сағаттық ойынымыз бар. Ол есіңде ме? Әрине, жақсы. Бірақ мен бірінші сағатта ғана ойынға қатыса аламын. Менің басқа амалым жоқ. Бірақ шаруаларымды бітірген соң қайтып келемін ғой. Естідіңдер ме? Оған бір мүмкіндік бер деген едіңдер. Менің қорқынышым да осы еді. Ол бізден бас тартып тұр. Кешіріңіздер, ешкімнің футбол ойнағысы келмей ме? Жақсы, бәрің дайын болыңдар. Ойынды бастаймыз. Ойын орталық бақтағы құрылыс жүріп жатқан жерде, төменгі қабатта болады. Бірінші топ бас ғимараттың оң жағына. Ал келесі топ орталық есіктің алдына ауқырады. Естеріңе сала кетейін. 1,5 сағат сайын үзіліс болып тұрады. 1,5 сағат сайын ба? Бірақ күте тұрыңдаршы, тоқтаңдаршы. Мен... Жақсы, мен қақпа жаққа кеттім, я... Допқа таласуға дайынсыңдар ма? Ендеше басталды. Кешір, Семи, ойын басталып кетті. Семи, саған тебем! Байқа, Семи! Ine шабуылда! Дегенің болсын. Ей, достар! Қақпашы шаршап қалыпты, кәне тездетіңдер! Сау бол! Сара, сені кезегің! Джоуи, дай бол! Не дейсің? Есепті Дель Торо! Тамаша! Ойын жалғасады! Не болды, Джой? Байқамай қалдың ба? Әлде шаршап тұрмысың? Әрине, досымыз ойын алдында демалып алудың орнына ән салып жүрген ғой. Семи, Джой, ойынды жалғастырамыз. Дайынсыңдар ма? Ол мәселені кейін қарастырайық. Қазір ойнайықшы. Тебетін кезде ескер. Қап! Меніңше маған тепке сияқты. Алло, я тыңдап тұрмын. Тұрмышы! Дель Торо 2 топ кіргізіп үлгерді. Оларға керемет сыйлық жасадың. Жарайсың. Қорғаныста ешкім болмады ғой. Ал қақпашы аузын ашып қалды.
парламент ойнайық. Жарайды. Бірінші айналым аяқталды. 15 минут үзіліс. Мына ойын жалықтырып жібереді екен. Мына ойын жалықтырып жібереді екен адамды. Кешіріңдер, менен қателік кетті. Сәме дұрыс айтыпты. 6 сағаттық ойынның алдында сенің жақсылап демалып алуың керек еді. Бірақ басқа амалым болмады. Ол сенің мәселең, Джой. Бұларың әділетсіздік қой. Егер екеуінде жаным қалап тұрса, неге біреуіне бас тартуым керек? Тездетіп шешім қабылдағаның дұрыс. Бәрібір екеуін алып жүре алмайсың. Оған қоса барлығысың шикі. Әншілік дайындығыңа барамын Ата? деп қазір шаршап отырсың. Мұнда не істеп жүрсіз, ата? Бір сағаттан бері телефоныңа қоңырау шалып жатырмын. Бірақ көтермейсің. Ол кісі сенің атаң Саған ба? алаңдай бастадым. Сөйтіп үйіңе бардым. Жоқсың үйіңде де саябақтың жанымен жүріп қайтайын деп шештім. Көрінісі өте әдемі екен. Расымен солай ойлайсыз ба? Ойындарыңды жалғастырасыңдар ма? Иә, сіздің немереңіз қақпада тұрады. Керемет! Сенің қалай ойнайтыныңды көруім керек, балам. Я, айтпақшы, әлі 5 сағат ойнаймыз. 5 сағат? Сонда біз түскі ашпаймыз бе? Не? Не дейсің? Сізге ескертемін деп ұмытып кетіппін, ата. Бізге айтуды ұмытып кеткен сияқтысың ғой. Егер жоспарларыңды реттесуге көмегіміз қажет болса, сені тыңдауға дайынбыз. Бәрі былай басталған еді. Бір танысыма ойыннан кейін сабағына көмектесуге уәде бергенмін. Бірақ ол мен ойлағандай болмады. Содан кейін атаммен бірге шетін түскі асты кейінге қалдырдым. Біраздан соң ол ағай ойынның түсте басталатындығын айтты. Сондықтан әнші достарыммен кешке дайындалуыма тура келді. Сәлеметсіз бе, ата? Ертерек кездесе аламыз ба? А? Сонымен досыма көмектесіп отырғанымда әнші достарым қоңырау шалып қалды. Дайындықты түнге қоямыз, келе аласың ба деді. Міне, менің басымнан өткөрген бар хикаям осы. Көп жауапкершілік алып қойыпсың. Ешкімнің көңілін қалдырғым келмейді. Бәріне үлгеруім керек. Сені жақсы көретін адамдар әрқашан бос бола бермейтініңді түсінеді. Дегенмен маған ренжіп қалса қайтемін. Өзіне көмектесе алатын басқа жанды тапқан шығар. Егер сізге кездесе алмаймыз дегенімде. Басқа амалын қарастырар едік, уайымдама. Әнші достарыңмен кеше кездесуің керек еді. Сонда бүгін оларға алаңдамас едің. Сендерді түсіндім. Мені кешіріңдерші. Сен адал доссың, Джой. Біздің мақтанышымызсың. Әрқашан барлық жерге үлгеріп ешкімнің көңілін қалдырғың келмейді. Бірақ бұл мінезің жақсылыққа апармайды. Сосын, уәде бермес бұрын. Оны орындайтыныңа көз жеткізіп алғаның дұрыс. Жарайды, ойынды жалғастырайық. Әлде концертіңе кетесің бе? Мен барып бәріңе түскі ас алып келейін. Қайтып келгенше жеңіске жететін болыңдар, жарай ма? Егер ұйымдасқан түрде ойынға кіріссек, жеңіске жететініміз айдан анық. Сәми, сен қалай ойлайсың? Ал, достар, қалай жеңілуге дайынсыңдар ма? Армандай бер. Осы өңірдің мықты қақпашысы біздің топта. Қане бастайық. Ұстадым. Жарайсың! Сара, сенікі! Джоуи, дайын тұр! Алақай, тамаша! Жарайсың, Джой! Не керемет! Сіз сен бұйырмасын. Ал енді жүгіріңдер. Луна, тосын сый жасауға дайынсың ба? Дайынмын! Міне, өттім! Мүмкін емес. Өте тамаша. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар, есеп теңесті. Алақа, есепті теңестірдік. Жарайсыңдар, достар. Шаршап қалған жоқсыңдар ма? Аяқтарым ауырып тұр. Ереже сендердікі ғой. Шаршадым. Осы да жетер. Полағай, ойынды тоқтатайықшы. Ойынды аяқтауға келісесіңдер ме? Иә, келіп қалдық. Келісеміз. Жақсы, бірақ есеп тең түсіп тұрғандықтан 11 метр қашықтықтан қақпаға қарай айып тобын тебуіміз керек. Қолынан келеді, Грег! Грек бірінші айып тобын тепкелі тұр. Бір ұпай алға шыққан топ жеңімпаз атанады. Жақсы ма? Кәне. Алға, Грег! Біз сенімен біргеміз! Кіргізе алмас сөйтіп үміттене. Аға, не деп жарайсың? Үште екі. Жарайсыңдар.
Енді Дель Тороның кезегі. Джой қақпаға бар. Алаңдама. Достар, ештеңені уайымдамай қойыңдар. Бәрі жақсы болады. Шаман келмейтін нәрсеге бастық бе? Қазіргі міндетің допты қақпаға кіргізбеу. Түсіндің бе? Есмен, қалайда допты қақпаға кіргізуім керек. Керемет! Жеңімпаз топ анықталды. Жеңіліп қалды. Өтті тамаша. Джоуи сендерді Ойын жақсы керемет достар болды, деген еді. иә. Бірақ оның сөзіне мән бермеп едім. Қойыңызшы, рас па? Я, әрине. Балалар, сендер кереметсіңдер. Ал әнші достарың қалай? Жақсы ма? Айтпақшы концертім бар екен ғой. Егер үлгерсек, менің қандай музыкант екенімді көре аласыңдар. Жақсысыныз, мен кете берсем ренжімейсің бе? Таңдау жасау керек дегеніңізбен толықтай келісемін. Бірақ жақсы көретін адамдарымды бөліп жарғым келмейді. Сондықтан бәріңізді шақырамын. Жарайсың досым. Нетке мұқты. Бұлар әлі шаршамаған ба?